Нумерология дейтін тылсым дүние бар. Ғаламның кейбір түйткілдері және әр адамның болмысымен өмір жолы кәдімгі арифметикалық қарапайым сандарға байланып тұратыны рас болар. Себебі нумерологияның өзі тұтастай бір ілім деп қарастырылады. Нумерологтар сандардың құдіретін ашып, олардың болып жатқан немесе алда болатын нәрселерге әсерін айқындайды. Ал жыл аяқталып, жаңа жыл басталар тұста нумерологтардың пікірі сұранысқа ие болып жатады. Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы бұл мәселеге үлкен мән беріп, нумерологты әңгімеге тартқан екен. Өте қызықты сұхбатта бірталай маңызды мәлімет келтіріледі. Алдағы жылдың қандай болатыны жайлы айтылады. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы. 2025 қандай жыл болады? Нумеролог пікірі деген тақырыппен жарияланған сұхбаттың мазмұны көңілге жайлылық әкеледі. Нумерология бұл сандардың адам өміріне, мінезіне, тағдырына әсерін зерттейтін ғылым. Көпшілікке келер жылдың қандай болатыны, сандар не дейтіні қызық. Неге тілшісі нумеролог Дина Болатованы әңгімеге тартты? Ол сандардың күшін түсіндіріп, олардың адамның өміріне қалай әсер ететінін айтып берді деп басталатын материалдың ішіндегі нумерологтың сөздері мынадай. Нумерология бойынша 2025 жыл 9 санына жатады. Яғни 2 қосу 0, қосу 2, қосу 5 тең 9. Ал 9 нумерологиялық циклдың соңғы саны. Ол соңғы сан болғандықтан 2025 жылы барлығы аяқталуы керек. Яғни әлемде болып жатқан барлық кикілжіңдер, соғыстар, түсініспеушіліктер аяқталады. 2024 жыл өте ауыр және карма жылы болса, 2025 жыл соның шешімін тауып нүктесін қоятын жыл болмақ. Бірақ бір нәрсені ескеру керек. 9 саны адамның қатты жақсы көретін нәрсесінен айыруы мүмкін. Мысалы, сіз тек жұмысыңызға ғана көңіл бөліп, басқа құндылықтарға мән бермесеңіз, дәл сол көңіл бөлмеген құндылығыңыздан айырылып қалуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан келер жылда тепе-теңдік ұстау өте маңызды. Тағы бір кеңес берейін. Ескі нәрселерден құтылыңыз. Бұрын өмір жолыңызда кездескен, әлі ұмыта алмай жүрген жандарды ұмытыңыз. Кез келген адам 2025 жылы өмірім қалай өзгереді деп ойлайды. Мұны түсіну қиын емес, тек қарапайым математика қажет. Айталық, туған күніңіз бен айыңызды қосып санаңыз. Шыққан санға 9 санын қосыңыз. Мысалы, 12 мамыр деп алайық. 12 қосу 5 қосу 9 тең 26. Енді 26 санын біркелкі санға келтіру керек. 2 қосу 6 тең 8. Егер келер жылға 8 саны шықса, жасаған барлық жақсылықтарыңызда, жамандықтарыңызда сізге екесе болып қайтады. Шынымен де жаңа жыл қарсаңында қайғылы оқиғалар көп болады. Байқасаңыздар, 2024 жыл өте ауыр жыл болды. Соғыс өршіді, көп адам өлді, қылмыс көбейді. Жыл соңында ұшақ құлады. Неге десеңіз, 2024 жыл 8 санына тиесілі. 2 қосу 0, қосу 2, қосу 4 тең 8. Бұл карма саны. Яғни адамзаттың бұған дейін жасаған жамандығы осы жылы екесе болып қайтты. Сондықтан да бұл жыл тым ауыр болды. Керісінше кейбір адамдарға осы жылдың шапағаты көп тиді, себебі олар бұрын көп жақсылық жасаған. Күні кеше болған ұшақ апатының бірнеше себебі бар. Мысалы, ауа райының қолайсыздығы, құстар немесе кейбір бұқаралық ақпарат құралдары айтып жатқандай шабуылға ұшыраған болуы мүмкін. Нақты себебін қара жәшікті тексергеннен кейін ғана білеміз. Бірақ нумерологиялық тұрғыдан алғанда тағы да сол 8 санына барып тірелеміз. Салтанат Нүкенованың өлімімен соты, тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты заң қабылдануы, Шерзаттың өлімі, әлемде болып жатқан қақтығыстар, түйткілді президенттік сайлаулар, ұшақ апаты, тағысын тағылар, мұның бәрі осы 8 санына байланып тұр. Пидидидің нумерологиялық матрицасына назар аударсақ, онда 4 пен 11 сандары көп. Еркектің матрицасында 4, 7, 11 сандары болса, ондай адамнан қорқу керек. Бұл сандардың иелері зорлық зомбылыққа жақын, түрлі шектен шығатын фантазияларға бейін болады. 4 саны аркан император, 11 саны аркан сила деп аталады. Мысалы, қазір қамауда отырған Қуандық Бишімбаевтың матрицасында да осы сандар көп. Көп жағдайда зорлық зомбылыққа жақын адамдардың туған күндері белгілі бір санға тиесілі болады. Айталық, 4 санының иелері 4, 13, 22, 31 күндері және 7 санының иелері 7, 16, 25 күндері және 11 күні өмірге келгендер. Бұлар басқаларға қарағанда өте ашушаң бола
болады және бұларда сексуалдық энергия көп. Әйткенмен бес саусақ бірдей емес. Егер осы күні туған адамдар энергиясын жақсы бағытқа жұмсай алса, істері оңға басады. Павел Дуров, Илон Маск сияқты ақылды ақшалы адамдар көбінесе 1, 5, 8 сандарына ие. Бір саны лидерлер саны деп аталады. Олар жауапкершілігі мол бастықтар, артынан командасын алып жүретін адамдар. 1, 10, 28 күндері туғандар. Ал 5 санның иелері 5, 14, 23 күнде туғандар идеясы көп, стресске бейім, адамдармен тез тіл табысып, қолдауды тез жинап алады. Кітап көп оқып, басқалар білмейтін нәрселерді біліп тұрады. Ақылды адамдар дүниеге келетін тізімде 8 санын ұмыту мүмкін емес. 8, 17, 26 күндері туғандар кәсіпкерлікке бейім болады. Себебі олардың миы ешқашан дамыл таппайды. 2024 жыл шынымен де отбасын құруға қолайсыз жыл болып есептеледі. Оны кібісе жыл деп атайды. 2016 жылда осындай болған. Ал 2025 жыл отбасын құруға оңтайлы. Нумерологияда отбасын құру күнін таңдауда маңызды. Көбісі 11, 04, 04, 24 сияқты әдемі күндерді белгілейді. Бірақ бұл дұрыс емес. Одан да таңдаған күннің тағдырын білу маңыздырақ. Ол күнді бұлай анықтаймыз. Мәселен, таңдаған датаңыз мынау делік. 15.01.2025. 1 қосу 5 қосу 0 қосу 1 қосу 2 қосу 2 қосу 5 тең 16. Ал 2025 жылы отбасын құруға оңтайлы сандар 3, 6, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Алдағы жылы Қазақстанда түбегейлі өзгерістер болмайды. Себебі биылғы жыл еліміз үшін өте ауыр болды. Ауыртпашылықтардың бәрі артта қалады. Ал 2025 жыл мамыражай болмақ. Сондықтан негізсіз қорқынышқа бой алдырудың қажеті жоқ. Ендеше нумерологтың айтқаны келсін. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы. Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.